Жамбыл ауданында әлеуметтік саланы жаңғырту жұмыстары қарқынды жүзеге асырылуда. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны жүзеге асыру тікелей мансап орталығына тиесілі. Ресми түрде ауданда ағымдағы жылы 2311 адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Жыл аяғына дейін 5178 тұрғынды жұмыспен қамтудың түрлі шараларына тарту көзделген. Оның ішінде бастау бизнес жобасы арқылы 114 азаматқа грант берілу жоспары бар. Әзірге бұл бағдарламаның шарапатын 56 азамат көрді. Олардың қатарында Аса ауылының тұрғыны Мұхтар Арыстанбаев бар. Жаста болса да техника тілін меңгерген азамат алыстан емес, ауласынан көлік жөндеу орталығын ашқан. 1.320.000 теңгенің грант жеңімпазы. Көлік жөндеуге қажетті техникаларын түгендеп, шағын орталықтың шырайын кіргізіп отыр. Мұнда қызметке жүгінушілер саны күніне 15-20-ға дейін жетеді. Өз ісіне тиянақты маман, кез келген іске байыппен қарап, алдына келген қандай қиындыққа қарамастан көлікке жан бітіреді. Тіптен өз саласы бойынша тың дүниені меңгеру үшін бір емес, бірнеше мәрте Алматы қаласына барып, білікті мамандардан тәжірибе алмасып келді. Азаматтың ендігі мақсаты орталығын кеңейтіп, ісін әрі қарай да дөңгелету. Бала күтіміне байланысты үйде отырған Жансай Әлішевада грант ұтып алып, биыл сұлулық салонын ашты. Аудан орталығында орналасқан қызмет көрсету орнына күніне 15 адам келеді. Мұнда 4 адам жұмыспен қамтылған. Жас кәсіпкердің бұл бастамаларына жолдасы мен отбасы үлкен қолдау көрсетуде. Дәл осы секілді ауданда 21 мен 35 жас аралығындағы 53 жас азаматқа 2,5%-бен жеңілдетілген несие беру жұмыстары да жүзеге асуда. Бұдан бөлек 9 айда 800 азамат тұрақты жұмысқа орналасып, 2 қолға 1 күрек тапты. Уақытша жұмыс орындары бойынша қоғамдық жұмысқа 115, жастар практикасына 31 маман тартылса, әлеуметтік жұмыс орнына 15, күміс жас жобасына 1 адам орналастырылды. Сонымен қатар 45 азамат қысқа мерзімді кәсіптік білім алып, аспазшы, шаштараз, тігінші, дәнекерлеу ісі, массаж курстарын оқыды. Жаңа мамандық меңгергендердің 711-і бастау бизнес жобасына қатыстырылады. Ауданның экономикалық әлеуеті артып келеді. Аймақта зауыт, фабрика, өндіріс орындарымен қатар шағын кәсіпкерлік нысандар саны артуда. Бұл өз кезегінде жұмыс орындарының ашылуымен жаңа мамандықтарға деген сұраныс арттыратын сөзсіз.